Бізді шыда деп тәрбиелейді. Қыздарды, келіндерді, өз қыздарын. Тұрмысқа шыққан соң шыда, тағы да шыда. Уже қыздар қай жерде шыдап, қай жерде тоқтау керек екенін білмей қалады да. Күйеу ұрып жатса да, күйеу тастап кетсе де, күйеу үйден қуып шықса да, әйел шыдау керек. Себебі бұл біздің подсознаниямызға сіңіріп тастаған программа. Шыдаудың қажеті жоқ негізінде. Негізінде ішіңіздегі травмамен өзіңіздің меніңізді қалыптастырып, өзіңіздің бағаңызды көтеріңіз. Шыдайтын уақыт өтіп кетті. Енді шыдаудың қажеті жоқ. Сіз бір-ақ рет келесіз өмірге. Сіз қашанғы шыдайсыз? 10 жыл шыдадыңыз, 20 жыл шыдадыңыз. Тағы қанша? Сізде мүмкіндік бар ма тағы өмірге келеді? Может, сол кезде жақсы бақытты өмір сүретін шығарсыз. Шыдаудың қажеті жоқ, қыздар. Өзіңізбен жұмыс істеңіз, өзіңізді қолыңызға алыңыз, өз бағаңызды көтеріңіз.